бейтаныс жанмен өткен түн. Аружан биыл университеттің ақырғы курсында оқиды. Оқуын аяқтап сүйген жігітіне тұрмысқа шығуға сөз байласқан. Болашақ құдалар танысып сырға салу рәсімі де болып кеткен. Аружанның сүйген жігіті Асқар құрбысы Айжанның ағасының жандосы, әрі ауылдасы. Асқар Аружанды Айжанның қасынан көргенде ақ бір көргеннен ғашық болып қалған. Содан бастап Аружанның соңынан қалмай, жолын торауылдап, ақыры Аружанның жүрегін жаулап алған. Асқар сымбатты, көрікті, салмақты жігіт. Аружан да Асқарды қатты ұнатты. Аружан өте сұлу, жасы небәрі 20-да. Сол сұлулығымен жігіттердің көзіне ерекшелене түсетін. Қаншама жігіттердің қол жетпес арманы болған Аружан сол көп жігіттің ішінен Асқарды таңдап, қос ғашықтың махаббаттары күннен күнге арта берді. Аружанның құрбысы Айжан Асқарды Аружаннан қатты қызғанды. Өйткені Айжан Асқарға бала күнінен ессіз ғашықтын. Іштей Айжанды қатты жек көріп, Аружан мен Асқардың арасын ашуға көптен бері тіс қайрап жүр. Махаббаттан іші күйген Айжан Аружанға қастандық ойластырды. Айжан интернетке «Түніңді менімен өткіз, ару қыз сені күтеді» деп жарнама жіберді. Астына жаңадан алған телефон нөмірін қалдырды. Ақырғы сабақтың соңы болатын. Айжанның жаңадан алған нөміріне қоңырау түсті. Айжан сұранып сөйлесуге тысқа шықты. Телефон тұтқасын көтеріп, «Алло» деді ақырын. Желінің ар жағынан ер адамның дауысы. «Алло, мен жарнама бойынша қоңырау шалып тұр едім. Бізге бүгін кешкі сағат 8-ге қыз керек. Суткаға». Айжан ойлаған ісі ойдағыдай жүріп жатқанына қуанып. «Алло, иә, әрине, болады. Бағасына барғанда келісерміз. Мекен жайыңызды осы номерге жіберіңіз». Бәрі шешілді. Енді Аружанды алдап сол мекен жайға апару керек. Айжан жымиып күлді. «Арука, бүгін бір жігіттің туған күні. Менімен еріп баршы, өтінемін». Аружан Айжанға таң қалып. «Қайдағы жігіт? Сенде жігіт бар ма? Сен ешкім ұнатпаушы едің ғой». Айжан қырық өтірігін соға бастады. «Ол жігітпен интернет арқылы таныстым. Маған қатты ұнап қалды. Бүгін туған күніне шақырып жатыр. Жалғыз өзім қалай барам, өтінем. Арука, баршы менімен. Кішкене отырамыз да қайтып кетеміз». «Арука», деп Айжан Аружанға жалынды. «Сен ол жігітпен интернет арқылы таныстың ғой. Ол жерге қорықпай қалай барасың?» «Ну, Арука, сен менің құрбымсың ба әлде жоқ па? Ол жақсы жігіт». Айжан көзін төңкеріп, Аружанды құшақтады. «Мені бүгін Асқар киноға шақырып қойған. Асқарды бір күн көрмесең, ештеңе етпес. Асқар сенен ешқайда қашпайды. Тұрмысқа шықпай тұрып қыдырып ал». Айжан сықылықтап күліп. «Енді Асқарға не деп айтамын? Туған күнге барам десем, ол мені жібермейді. Ауырып тұрмын десем, қазір жетіп келеді». Бәрін алдын ала ойластырып қойған Айжан. «Асқарға анам мен әкем үйге келді деп айт». «Жақсы, солай айтайын. Құрбысының сұмдық ойын қайдан білсін». Аружан мен Айжан сәнденіп, сыланып, әдемі көйлектерін киіп далаға шықты. Шақырып қойған таксиға отырып, бағанағы жігіт жіберген мекен жайға жол тартты. Такси қала сыртындағы коттедждердің біріне келіп тоқтады. Үлкен зәулім үйдің қақпасы ашық тұр екен. Аружан мен Айжан үйге беттеді. Үйге кірген қыздарды толықша келген шекіл сары жігіт домалаңдап, ас-түстеріне түсіп, қонақтар отырған үлкен бөлмеге ертіп кіргізіп. «Жігіттер, біз күткен қыздар да келді». Қонақ бөлмеде отырған 3 жігіт бізге жалт қарады. Бізді отты көздерімен басымыздан төмен барлап қарап шықты. Бергі жақта арақ құйып тұрған жігіт қутыңдап: «Сұлу қыздар, келіңдер, отырыңдар», деп дастархан басына шақырды. Дастарханда сан түрлі тағамдар, неше түрлі ішімдіктер самсап тұр. «Ал сұлу қыздар, есімдерің кім болады? Таныса отырайық». Манағы біз келгенде арақ құйып тұрған жігіт қутыңдап. Айжан сызыла жымиып: «Есімім Айжан, құрбымның есімі Аружан». «Ал енді өзімді таныстыра кетейін. Есімім Алмас. Мына 2 жігіт менің қонақтарым, достарым. Алан мен Бағлан». Аружанның қасында отырған Алан деген жігіт. Аружан